Армысыздар қадірменді әлеует. Назарларыңызға ағымдағы аптаның қорытынды жаңалықта ақпараттар легін ұсынамын. Алдымен басты жаңалықтарға тоқтала өтсек. Қаламызда тағыда қандай нысандар бой көтермек? Қала құрылысының кеңесінде нақтыланған жобалар. Сақтықта қорлық жоқ. Көктем 2018 оқу жаттығуы сәтті аяқталды. Таңғы жұлдыз Таңшолпан 16 жаста. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қала әкімінің төралығымен қала құрылысы кеңесінің алғашқы отырысы жүзеге асты. Күн тәртібінде 10 жоба қаралған жиын барысында мәлім болғандай, алдағы уақытта қаламызда жаңа қонақ үй кешені, сауда-саттық орындар мен көліктерге қызмет көрсету нысандарының қатары артпақ. Қала құрылысы кеңесі мүшелерінің назарына алғашқылардың қатарында болып, Альф жеке кәсіпкерлігінің өкілдері жобасын ұсынды. Таныстырылған жаңа жобаның жоспарына сәйкес бірінші ықшам аудандағы бұрынғы мектептің орнына шағын қонақ үй, азық-түлік блогы және шеберханасы бар сауда-өнеркәсіптік кешен ашу көзделуде. Ал 530 мекенжайында орналасқан ғимарат аумағын көгалдандыру және абаттандыру жобасына сәйкес мұнда шыршалар отырғызылып, гүлзарлар мен шағын автотұрақ орын алмақшы. Центрга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы тұтынушылар қатарының артқан алға тартып, қаланың өндірістік аймағында автогаз құю станциясын салу бойынша рұқсат алды. Сондай-ақ отырыс жалғасында автокөліктерге техникалық қызмет көрсету нысанының аумағын кеңейтуге байланысты ұсынылған жобада комиссия мүшелері тарапынан қолдауға ие болды. Орман саябағында бос тұрған нысанда ендігі кезекте жаңа кейіппен көрініп, алдағы уақытта демалуға барған жерлестерімізді қызметімен таңғалдырмақшы. Жиналыс барысында мәлім болғандай, Сканди қоспасын өндіретін жаңа кәсіпорын өңірімізде бой көтермек. Аталмыш ұйым өндірістік аймақта орналасқан ғимаратты қайта жаңартқан соң жұмысын жандандырса керек. Қалалық базар аумағында қызмет етіп тұрған павильондарды кеңейтіп, қайта жабдықтау бойынша 4 жобаларды Смена А жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Александр Бредихин ұсынып, оның жоспарына сәйкес Круиз 1 және Круиз 3 павильондар арасында қосымша құрылыс салу, базардағы әкімшілік ғимаратын қайта қалпына келтіру және тағы бір Круиз 5 павильоны орналастыруды көздеп отырса керек. Бұл ретте жан-жақты талқыланған аталмыш жобада қала құрылысы кеңесі тарапынан қолдау тапты. Өңіріміздегі мүмкіндігі шектеулі жандарға жан-жақты қолдау көрсету мақсатында түрлі шаралар өткізіліп келуде. Сондай игі жұмыстардың бірі мамандықтар жәрмеңкесі. Өткен аптада қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі тарапынан ұйымдастырылып, оның барысына қала әкімі Әнуар Күмпекеев арнайы қатысты. Нұр Отан партиясының кедергісіз келешек жобасы аясында атқарылған мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бос жұмыс орын жәрмеңкесі наурыз айының 2-ші жұлдызында жүзеге асты. Айтулы шараға келушілерді ең алдымен мүмкіндігі шектеулі балалар және олардың ата-аналары бірігіп жасаған бұйымдардың көрме сатылымы қарсы алды. Онда шексіз мүмкіндіктерге ие жандарымыздың қолөнер шеберліктері көрініс тауып, өзіндік ерекшеліктермен баршаның көңілінен шықты. Өңіріміздегі ірі кәсіпорындар мен мекемелердің өкілдері шақырылған жәрмеңкенің ашылу салтанатында сөз алған қала әкімі Әнуар Күмпекеев құттықтау сөздерін жолдап, ізгі тілектерін де жеткізді. Жақсы, сондай жәрмеңкемен, іс-шарамен сіздерді құттықтаймын. Білесіздер, елбасымыз жыл сайын бізге тапсырма береді. Шамамен 60 мүгедектерді біз жылына жұмыс орындарға орналастырамыз. Сондықтан бүгін де сондай жоспар қойылды бізге, биыл да оны жүзеге асырамыз деп ойлаймын. Сенем, сіздерге тілейтінім әрқашанда аман болыңыздар, осы бәріміз жабылып қаламыз үшін жақсы жұмыс жасайық. Аталмыш бос орын жәрмеңкесінде 17 кәсіпорын өкілдері атсалысып, жұмысқа орналасуға келген жандарымызға 40-тан астам бос орындар ұсынылды. Сонымен бірге қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі тарапынан ерекше күтімді қажет ететін азаматтарды еңбекпен қамтуда қолдауын көрсеткен бірқатар ұйымдар арнайы алғыс хаттармен қошеметтелді. Жәрмеңке барысында мәлім болғандай, өткен жылы орталық аурухана мекемесінде мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасалып, бір кісі жұмыспен қамтылған. Бұл бағыттағы жұмыстар келер жылдарда жалғасын табатын болады. Осылай деп мәлімдеген әлеуметтік сала мамандары, мұндай жағдайларда жұмыс берушілерге арнайы субсидиялар беру сынды жеңілдіктер қарастырылғандығында алға тартып отыр. Қаламызда алғашқы рет ұйымдастырып отырған мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бос орын жәрмеңкесінің қорытындысына сәйкес бірқатар жұмыссыз жандар Қазақ-Алтын Тау-Кен химиялық комбинаты, Степ Ерсі және білім беру мекемелеріне әңгімелесуге шақырылса, есепші мамандығы бойынша бірінші топтағы мүгедек қысқа мерзімді білім алуға жіберілген. Сот саласындағы медиация жүйесі арнайы дөңгелек үстел барысында кеңінен түсіндірілді.
Ауыл әкімдерінің қатысуымен ұйымдастырылған айтулы шарада алдағы жоспарлар айтылып, бітімгершілік жүйесінің маңызды тұстары және медиаторлардың жұмысы бойынша ақпараттар берілді. Судьялар одағының 5-ші съезінде мемлекет басшысы сот тәртібімен қаралуға жататын дау-дамаларды азайту мәселесіне назар аударуды, соттан тыс реттеудің баламалы тетіктерін, соның ішінде бітімгершілік пен медиация жүйесіне енгізуді тапсырған болатын. Осыған орай қалалық сот ғимаратында медиация туралы кеңінен ақпараттар берілді. Кездесу барысын жүргізген жергілікті сот төрағасы Мақсұтхан Ахметов 2011 жылы Қазақстан Республикасының медиация туралы заңы қабылданып, аталмыш құжат медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтінін, оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ медиаторлардың мәртебесін айқындайтын алға тартты. Медиация сөзінің мән мағынасына кеңінен тоқталып, оның сот істеріндегі маңызы мен негізгі мақсаттар жөнінде айтып өтті. Медиация ұсақ-түйек даулардың сотқа бармай-ақ екі жақтың келісім арқылы ағайынның араласуымен татуласуға жағдай жасайды. Аталған заңдар медиацияны азаматтық құқықтық қатынастардан, оның ішінде кәсіпкерлік және өзге де экономикалық қызметті жүзеге асыруға байланысты туындайтын құқықтық дауларды, еңбек пен отбасы құқықтық қатынастардан, жеке және заңды тұлғалардың өзге де жеке құқықтық қатынастарынан, сондай-ақ жеңіл және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер бойынша құқықтық қатынастар саласында туындайтын дауларды реттеуге бағытталған заң болып табылады. Медиацияның басты мақсаты қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және дауласушылық деңгейін төмендететін, өзара тиімді әрі өзара қолайлы бейбіт келісімге келу. Қысқаша айтқанда медиация дегеніміз кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп анықтамайды. Өзара екі жаққа тиімді шешім табуға арналған заң болып табылады. Кездесу жалғасында сөз алған судья Гүлмира Төлеубаева Қазақстан Республикасының медиация туралы заңының енгізілуімен дау-дамаларды шешудің баламалы тәсілдері жасалып, бұл жүйе тәуелсіз тұлғалар, яғни медиаторлардың көмегімен жүзеге асатындығын мәлімдеді. Сонымен бірге баяндамашының ақпаратына сай медиацияны дамыту уақыт талабына сай халықаралық стандарттарға негізделіп әзірленсе керек. Ал медиация жүйесі көбінесе жеке және заңды тұлғалардың азаматтық процестерді шешуде қолданылатын көрінеді. Бұл жөнінде мәлімдеген судья Елена Медведева өткен жылы қалалық сотта 192 іс қаралып, оның ішінде 26-сы медиацияны қолдану арқылы шешімін тапқандығын, ал ағымдағы жылы 32 қылмыстық істердің біреуі бітімгершілік арқылы аяқталған деп отыр. Ауыл әкімдері шақырылған жиынды қорытындылаған қалалық сот төрағасы Мақсұтхан Ахметов барлық елді мекен басшыларын бірігіп жұмыс атқаруға шақырды. Сонымен бірге өңірімізге қарасты ауыл аймақтарда сот мамандарының қатысуымен арнайы жиын ұйымдастырып, осы медиация жөнінде ақпараттар берілмек. Ресми деректерге сай, бүгінгі таңда аталмыш кездесулер Қарабұлақ ауылы, Заводской және Ақсу кенттерінде өткізілсе, ал қалған елді мекендерді көктем айларында аралап шығу жоспарда болса керек. Көктемнің алғашқы айы басталысымен еліміздің әр өңірінде 2018 жылғы көктемгі су тасқыны кезеңінде төтенше жағдайларды жою іс-қимылдарына азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің басқару органдарын күш пен құралдарды даярлау мақсатында көктем 2018 республикалық командалық штабтық оқу жаттығуы өткізілетіні баршамызға аян. Тап осындай дәстүрлі алдын алу шаралары біздің де қаламызда наурыз айының 5-інде жүзеге асты. Оқу жаттығу екі кезеңнен болды. Бірінші кезеңде жағдайдың талдауы, шешім қабылдау үшін ұсыныстар, жоспарлау нұсқаулары, көктемгі кезеңдегі төтенше жағдайды жоюдың мемлекеттік жүйесі дайындалды. Оқу жаттығу барысында көктемгі су тасқыны кезеңіндегі жергілікті азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар құрылымдарының, күш құралдарының, сондай-ақ гидротехникалық құрылғылардың, көліктік коммуникациялардың, құлақтандыру жүйесінің төтенше жағдайларға әрекет етуі тексерілді. Сондай-ақ су басу қаупі бар аймақтардың су өткізу орындарының және басқа да инженерлік құрылғы қорғаныстарының жағдайлары мен саны нақтыланды. Наурыз айының 13-ші жылдызында Қарабұлақ ауылының орта мектебінде рухани жаңғыру бағдарламасының аясында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауын үгіт-насихаттау мақсатымен Ақмола облысы бойынша мәдениет басқармасының басшысы Сәуле Бурбаева кездесу өткізді.
Ақмола облысы бойынша мәдениет басқармасының басшысы Сәуле Бурбаева Қарабұлақ ауылы орта мектебінің ұстаздар қауыміне Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауын үгіт насихаттау мақсатымен келгенін жеткізіп түсіндірмелі жұмыстар жүргізді. Жұмыс барысына сондай-ақ Степногорск қаласындағы тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Айсұлу Тани мен аталмыш ауыл әкімі Қайыргелді Айтимов те атсалысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы басталғаннан бері облыстың мәдениет басқармасы мен Ақмола аймағының тарихи-мәдени объектілерін зерттеу бойынша ауқымды мониторинг жұмыстары атқарылып жатқандығын жеткізген басқарма басшысы елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауы мәдениет пен идеология арқылы ұлт әлеуетін арттыру жолында мәдениет қызметкерлері үшін басым кезең екендігін тілге тиек етті. 1 наурыз алғыс айту күніне орай қаламыздың нөмір 2 индустриалды техникалық колледжінің еріктілері мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап концерттік бағдарламасын ұсынды. Мейірімділік пен ізгіліктерге толы болған әдемі кеште арнайы көрмелер ұйымдастырылып, мектеп бітірушілермен де кездесу жүзеге асты. Соңғы бірнеше жылдықта кең ауқымда атап өтілетін алғыс айту күнін индустриал техникалық колледждің ұжымы өзіндік ерекшеліктермен атап өтті. Бұл күні балаларға әлеуметтік көмек көрсететін қалалық бөлімшесінің тәлім алушылары және мектеп бітірушілеріне арнап әдемі концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Өскелең ұрпақтың бойында шыдамдылық, достық, мейірімділік және ізгілік сынды асыл қасиеттерді тәрбиелеуге негізделген айтулы шара аясында әдемі дастархан жайылып, келушілер тәттілерден дәм татты. Сонымен бірге алғыс айту күнін тойлау аясында дизайн мамандығы бойынша тәлім алатын студенттердің шығармашылық жұмыстарының көрмесі ұйымдастырып, көпшілік назарына ұсынылды. Мектептердің 9-шы сынып оқушыларына арнап кәсіптік бағдар беру шараларда жүзеге асып, болашақ бітірушілерге арнайы қойылым ұсынылды. Білім беру мекемесінің жұмысы таныстырылып, мамандықтар бойынша да ақпараттар берілді. Осылайша бұл күн барша қатысушылар үшін қайырымдылыққа, жақсылық пен мейірімге толы болды. Осыдан тура 16 жыл бұрын қаламызда Таңшолпан балалар мен жас өспірімдердің қоғамдық ұйымы ашылған болатын. Аты затына сай болған ұйым бүгінде биік белестерді бағындырып, аймағымыздағы ең белсенді жастар қозғалысының бірі болып табылады. 2002 жылдың 15 ақпанында қаламызда Таңшолпан балалар мен жас өспірімдердің қоғамдық ұйымы ашылған болатын. Бүгінгі таңда аталмыш ұйым аймағымызға танымал белсенді жастар қозғалысының бірі болса керек. Таң жұлдызындай жарқыраған таңшолпандықтардың саны жыл сайын артып келуде. Алғы шепте жүрген бұл ұйым балаларының жетістіктері де толағай. Таңшолпан балалар мен жас өспірімдер қоғамының туған күнін тойлауға жылдағыдай олардың өзі жанашырлары жиналды. Көңілді кеш барысында ұйым өнерпаздарының өнерлері тамашаланып, көрермен қауымге естен кетпес қызықты сәттер тарту етілді. Таңшолпанда барлық жағдайлар жасалынады. Эстетика жағынан, культура жағынан, тәрбие жағынан, патриоттық сезімді. Таңшолпан жарқырай бер. Менің аты жөнім Алина Диана, Таңшолпанға барып жүргеніме 7 жыл болды. Осы 7 жылдың ішінде мен бірде-бір рет өкініп көрген жоқпын. Таңшолпанға келіңіздер, себебі Таңшолпан ол сіздің жастық шағыңызды көркейтеді, және ол менің жастық шағымда, менің жүрегімде мәңгілік қалады. Тамаша концерт өтті. Таңшолпанға 16 жыл болған. Сол Таңшолпанды 16 жылмен құттықтаймын. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және Астананың 20 жылдық мерейтойына бағышталған мерекелік концерт Юрий Гагарин атындағы нөмір 7 орта мектептің ұйымдастыруымен ағымдағы аптаның жұмасында жүзеге асты. Астана арман қала тақырыбымен іске асқан мерекелік кешке 150-ге жуық қатысушы тартылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және Астананың 20 жылдық мерейтойына бағытталған мерекелік концерт Юрий Гагарин атындағы нөмір 7 орта мектептің ұйымдастыруымен ағымдағы аптаның жұмасында жүзеге асты. Шығармашылық кеште нөмір 7 жалпы білім беру ошағының барлық ұжымдары мен ата-аналары қамтылып отыр. Жоспарға сай мерекелік кешке 150-ге жуық қатысушы тартылды деп отыр аталмыш білім мекемесі. Қаламыздың орталық мәдениет сарайында жоғары деңгейде ұйымдастырылған кеш Арман қала Астана тақырыбымен
жолдарын іске асты. Бағдарлама барысында ең үздік патриоттық әндер шырқалып, Қазақстан халқының достастығын дәріптейтін билер қойылды. Сондай-ақ көрерменді тәнті еткен «Астана сені мақтан етемін» ұранымен спорт композициясы орындалды. Нөмір 7 орта мектептің ұйымдастыруымен өткізген іс-шара өсіп келе жатқан ұрпақ бойында патриоттық сезімді жігерлендіруге бағытталып, кемеңгер елдің айбынын асырады. Осымен менің бүгінгі жұмысым тәмам. Көгілдір экран бетінде амандықпен жүздескенше сау, сәлеметте болыңыздар. Медицина үнемі өзгеріс үстінде. Заманауи технологиялар ескірген білімнің орнын жаңа білім алмастырады. Бірақ бұл мамандықта өзгермейтіні ар мен кәсіби борыш. Олар сатылған жерден дәрігер таппайсың. Ақша мен денсаулық керек арғым. Сертті байлық жеңіп кетсе, жер бетінде адамзат баласының емі табылмай, сырқат саны көбейеді. Сондықтан бұл кәсіпте өз антына берік, адал мамандар қызмет етеді. Олар еліміздің өткені, бүгіні мен келешегі, ұлт саулығын сақтаушы күш. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Жемқорлыққа жол жоқ. Мемлекеттік қызметкерлерге қызмет бабын пайдаланып, жеке және заңды тұлғалардан сыйлық алуға, емдік сауықтыру мен демалыс жолдамаларын қабылдауға қатаң тыйым салынады. Ресми кездесулер барысында табысталған сыйлықтар Қазақстан Республикасы, Қаржы министрлігі, Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің немесе жергілікті атқарушы органдар жанындағы арнайы мемлекеттік қорға өткізіледі. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілгендерге сыйлық сыйлауға, жеңілдіктер жасауға, қызметтер көрсетуге заң шектеу қояды. Сыйлықтан бас тарту, жемқорлықпен күрестегі сенің нақты қадамың. Менің атым Мұрат. Саналы ғұмырымда жұлдызнамаға арнадым. Ең қызығы адам тағдырының құпиясын ашу. Астрологиялық кітаптарды жата жастанып оқушым. Ол деректер адамзат мәдениетінің ежелгі даму кезеңінен бастау алады. Адамзат баласы не істесе де із қалдырады. Бәрі шындыққа айналады. Мұны астрология ілімі дәлелдейді. Мұны өмірдің өзі растайды. Біз ұрынатын қателіктер, биліктің атын жамылып, адамды құрдымға кетіретін жемқорлық, мұның соңы жақсылыққа апармасы анық. Салауатты өмір сүрудің бір-ақ ережесі бар. Ол қоғамның алдында адал болу. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Ата, қара!
Не болды? Қартайдың ғой, қартайдың ғой. Не болды? Жедел жәрдем, тезірек жетіңіздерші. Үйде үлкен кісі инсульт алып қалды. Бет әлпеттің қисаюы, аяқ қолдың әлсіреуі, тілдің күрмелуі. Бұл инсульт белгісі. Шұғыл түрде 103-ке хабарлас. Өмірді құтқар.